Бүгін туған елге тағзым жобасының экспедицияның екінші күні. Қазір біз Күшікбай батыр асуында тұрмыз, және де Күшікбай батыр ол 18 ғасырдың соңында қалмақтармен соғыста өзінің ерлігімен ерекше зор танылған батырлардың бірі. Және де әртүрлі аңыздарға сенетін болсақ, Күшікбай батыр осы жерде жерленген деп айтады, себебі ол кісі өзі күтуші тартып жатқанда ол кісінің жылқысын басқа біреу айдап кетіп, соған ызаланған Күшікбай батыр сол өзінің жылқысын айдауға қайттан келген уақытта жан тапсырады осы асуда, және де осы жерде жерленген деп айтады. Және де біз жаңа Күшікбай бұлағында да тоқтаған болатынбыз, сондағы су өте енді деп айтады. Және де ғалымдардың зерттеулері бойынша сол бұлақтың суында құрамында күміс бар. Туған елге тағзым өлкетану зерттеу экспедициясында Бөрлі ауылында орналасқан Мұхтар Әуезовтың мұражайына келіп отырмыз. Осы жерден 1 шақырым жерде Аяққараған атты ауылда Мұхтар Әуезов күздікте дүниеге келген. Осы Бөрлі жерінде ол өзінің балалық шағын өткізген, және де осы жерде оның ата-анасы жерленген болатын. Осы жердің Бөрлі деп аталуы себебі бұл жерде қасқырлар көп мекен еткен. Мұражайға кірген бетте Мұхтар Әуезов туып өскен Шыңғыстаудың табиғатын көре аламыз. Қазақ кең сахарасын бейнелеген Ирина Хмелева тоқыған гобеленмен және Мұхтар Әуезовтың ақ мәрмәр мүсінін көре аламыз. Ақ мәрмәр мүсінінің авторы Жанболатов болып табылады. Біз Абай атамыздың кіндік қаны тамған Сырт Қасқабұлақ жеріне келдік. Бұл тастарда Абай атамыздың қара сөздерінен, өлеңдерінен үзінділер келтірілген. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол, адам болам десеңіз. Биігінде тұрар мәңгі құламай, ақын Абай, Хакім Абай, ұлы Абай. Өлең жырын қара сөзін қанатты, болды бүгін сарқылмайтын мұрадай. Сізге айтатын алғысымыз көп біздің, жырымды арнап келді соны жеткізгім. Қалың елім, қазағым деп қайғы жеп, күндеріңді күрсінімен өткіздім. Көгімдегі ай жұлдыздай жарықсың, сондықтан да оттай болып жаныпсың. Өмірге кеп ала қандай ауылда, қазақ үшін тауға айналған алыпсың. Жол көрсетіп қалың елге үлгілі, өмірінің текке өтпепті бір күні. Танышпан деп, ғылама деп таниды бүгін жердің әрбір тұрғыны. Есіміңіз санамызда жаңғырып, алдымыздан атты біздің тән күліп. Жырлар үнді жатқа оқиды ұрпағын, қазақ барда өлмейсің деп мәңгілік.